Дәулет біраз табада онда. Мен табам. 5 миллион бар ма? Шамамен бар, Аллаға шүкір, иә. Кейде күлем, осы мен маңдайымда Дәулет бәрін білет, немесе Дәулеттен сұраңдар деп, осы баладан сұраңдар деп жазып қояма деген сияқты. Көп адам айтады да, жилстрояға жинау мүмкін емес деп жатады. Қызылордадағы бір оқырманым, атын ұмытып тұрмын, 50 мың теңге бергем. Өйткені қазір маған күніне 600 хат келеді. Жеке басқа табынушылық сияқты көбейіп кетті соңғы кезде. Дәулеттен ауызға түкіреді дейді ғой. Түкіреміз. Ал Дәулеттің өзінің баспана алуға үйретіп жүр. Дәулеттің өзінің баспанасы. Қанша баспанасы бар? Біреуі наличкаға алынған. Сол кезде бар ғой, прям кетті маған, сен алаяқсың деді. Сосын банктың адамдарынан да басшыларынан да маған атака келді. Ой, өкіметке барсын деп бара алмай қалдық қой сол. Енді бірінші сұрағымды бастайыншы. Жалпы Дәулеттен деген кім? Ол Дәулеттен блогер, кәріс емес, ол бірінші жауап. блогер, журналист, экономист, қаржыгер, тренер, қайырымдылықпен айналысып, мотиватор қосылады. мотиватор. Қазір енді продюсерлікпен айналысып жүр дейді. Тағы қандай? Мен айтпай кеткен. Білмеймін, енді осылар ғой, жалпы несем. Қоғам қайраткері. Иә, ол да бар. Қазақстан Министрлермен шай ішіп Республикасының жүрген жігіт. Қазақстан Республикасының ерен еңбегі үшін, еңбек ерігіне әумин болайық, Құдай қаласа, ерен еңбегі үшін мемлекеттік наградасының иегері деп өзім елбасы президенттің қолынан алдың, иә? Елбасынан да хат алғам. Алғыс хат Ал алдым. енді осының бәріне қайтып үлгеріп жүрсің. Осы мен саусақпен санағанның ішінен сен өзіңді қайсымын деп есептейсің? Мен өзім ұстаз ретінде есептеймін, мұғалім ретінде біреуге бір нәрсе жеткізу, себебі бұрын бір бала кезімнен бері қарап отырсам, айналамдағы бәрі менен бір нәрсе сұрайды екен де. Мынау қалай, ананы не істесем болады. Ал мен сол адамдардың бәріне жөн сілтеймін. Мынаны, болмаса мынаны басасыз деген. Тіпті мен кейде болады, банкоматтың қасына тұрсам, қаншама адам кезекте тұрады ғой, қаншама адамнан сұрамайды да, именно маған келеді бір апамыз, балам, мынау қалай басам, немесе пин-код білмейді екен, көмектесіп жүрші деп менен көмек сұрап жатады да, мысалға. Сонымен кейде күлем, мен маңдайымда Дәулет бәрін білет, немесе Дәулеттен сұраңдар деп, осы баладан сұраңдар деп жазып қояма деген сияқты бір кейде ашуланам, бірақ кейін өзім сабыр шүкір дейді ғой, соған кеп, яғни ол адам сенгеннен кейін сұрайды, осы балам біледі ау деп тұрып, сондай бір сенім болғаннан кейін сұрайды ғой деп, өз-өзімді кішкене жаңағындай ашуымды басам. Әйтпесе кейде болады, тіпті көшеде де қаншама адам кетіп бара жатса, менен сұрайды да, мен айтып, қаншама адам кетіп жатыр, неге басқалардан сұрамайды деген сияқты ой келеді. Ал енді кейін бүйтіп қарап отырсам, сол өзім 4-ші сыныптан бері математикадан мен сабақ беретін. 4-ші класста ауладағы математик 2 оқитын, 3 оқитын балаларға сабақ беріп, әр үйден мен 200 теңге алатынмын айына. Сол кезде ақша жасаймайсың ғой? Сол кезде ақша табатынмын негізінде. Ал енді ол да қарап отырсам, сол біліммен жасалып жатқан ақша ғой, мен оны сөйтіп шын мәнінде ол жерде 5 бала тұрамыз, бірақ пәтересін 2 бала деп айтқанымыз ғой, өйткені қуып жібереді деп қорқамыз. Сөйтіп үшеуміз шын пәтересі келген кезде 3 бала, біреуіміз балконға тығыламыз, біреуіміз ваннаның артына шторкасы, мен өзім шкафқа тығылатынмын. Соның барлығын көрдім, жарайды, сөйтіп баспана керек деп жүрдім де, сосын сөйтіп ойлап жүрген кезде жайлап ипотека алудың елдегі нарықты зерттей бастадым. Енді басқа банктердің бардым, бәріне есігін қақтым, процент мен өзім экономфакта оқығаннан кейін вышмат, жаңағы сол кезде 1-2 курстары вышматтан өте жоғары жақсы болды, мен мақтанғаным емес. Қаншама төменгі курстар болсын, басқа да курстың балалары менен көшіріп бәрін сұрайтын, мысалы. Бәрі есепке жақын ғой, сол бала кезден бері. Барлығын есептеп мен жилстройға тоқталдым. Бірақ жилстройға да сөйтіп ойлап жүрген кезде, жаңағы қымбат Досжан, өзіміздің әріптесіміз, бір күні әпкесі үй алды, мемлекеттік бағдарламадан сөзден сөз шығып, маған айтты, Дәулет, сенде жилстройда депозитің жоқ па деді. Мен айттым, жоқ деді. Онда бар да, ертең жұмысқа міндетті түрде ашып кел, әйтпесе кіргізбейін деп сөйтіп әзілдегені бар. Сөйттім де бардым, ол кезде банктің системасында 2 сағат кезекте отырдым, счет ашуға 11 мың теңгем комиссиямды төлеймін ол кездері. Сөйттім де менеджер айтым, сіз маған түсіндірсеңізші қалай үй алуға отыр. Мен саған депозит ашып қойдым, сала бер деді. Сала бер деді. Жарайды дедім де кеттім. Мен ол кезде магистратурада оқимын, 2013-14 жылдары. Сөйтем де мен магистратурадан алған стипендияны сала бердім. Өзімнің хабардағы айлығымды алдым. Сонда қаншадан салып жүрсің сол кезде? Ол жерде басында 45 мыңнан салатын, 45-50 мыңнан, ол 2013-14 жылдары. Сөйтіп мен 45-50 мыңнан салам, кейін
ішіндегі система жаңағы опа дейді, анау дейді, мынау дейді. Мен айтамын да, мынау толды ғой десем, жоқ, сен 50%-ын жинау керексің. Мен айтамын, сен неге басында айтпадың 50% деп? Сен айттың ғой, сала бер, мен салып жатырмын. Түсіндірмейді де көп нәрсесін. Жарайды, оны мен айтамын 50%-дан жоқ, басқа бағдарлама жоқ па десем, бар 20% нұрлы жер. Ол үшін не істеймін? Ол үшін сен 2 жылдық қалалық пропискан болу керек дейді. Мен келемде шауып барып, жаңағы бір кісіге қалаға барып пропискаға тұрам. Оның алдында да тұрғам мен. Сөйтсем, опять сол алаяқ мені пропискадан шығарып жүрген екен. Өйткені ақшаға тұрғызады, кейін бір-екіден кейін шығарып тастайды. Мен жүрем, мен пропискам бар деп. Сөйтіп, оказывается, мен бомж болып жүргенмін. Ешқандай жерде тіркелмей, Оның штрафын төледім еще 5 МРП ма, 10 МРП ма. Қазірде бар ол негізінде. Сол штрафын төледім еще. Сосын қайтадан бір кісіге жалынып, неге тұрдық? Әлгі пропискаға тұрып. Енді ең қызық жер, үйленгеннен кейін 16 жыл, 16 жылы жақындаған кезде нұрлы жол деген бағдарлама болды, қазір нұрлы жер болып кетті. Сөйтіп, конкурс басталған кезде маған айтты, жилстройдың менеджеріне бардым, бір менеджерге. Мен айттым, менің пропискам қазір 2 жыл емес, 1 жыл 9 ай болып тұр. Мен бұл конкурсқа қатыса аламын ба деп. Ол айтты, спокойно қатыса бересің бұл конкурсқа, себебі сен ертең күні үйдің кілті берілгенше 2 жыл пропискам болады деді маған. Жарайды дедім де, мен қатыстым, конкурстан өтемін. Сон конкурстан өте сала мен өз андай барлық нәрсені айта беремін, ішімде көп нәрсені сақтамаймын да. Сон үйдегілерге айтамын, туысқандарыма, достарыма, ойбай, андай нұрлы жол бойынша үй алғалы жатырмын 20% сөйтіп. Енді бүкіл құжаттар тапсырайын деген кезде, 2-ші турда маған келді, Дәулет, сенің пропискан момент подачи заявка было 1 жыл 9 ай дейді. Мен сен қалай мына менеджер түрін жаттап, мына менеджерге осылай сұраған кезде айтты ғой десем, жоқ, бізде олай емес дейді. Сен неге маған өйтіп айт десем, онда мен шатасып қалғанмын ғой. Мен айтам, сен ақпарат дұрыс беру керек адамға. Мен сондай бір болады ғой, бір жаңағы үйге қатысты жетім бұрышта жүресің, риэлторда жүресің, алданасың, не өзің сеніп барған жилстройдың өзі менеджерлері сөйтіп, енді алдайды деп айта алмаймын, мүмкін оларда білместік шығар, мүмкін мамандар жиі ауысады, сөйткен кезде мен бұрқырап бір жынданып жүрем. Сөйтемде 2017-де біз Астанаға көшеміз. Сөйтіп Алматының барлығын тастағанда қалай енді? Алматы мен үшін ол білім алатын орталық, яғни білім, яғни білім жинақтайтын қала болып қалды да. Ал бәрібір Нұр-Сұлтан қаласы, Астана ол кезде 2017-де Экспо, болашақтың қаласы деп, өзім балам болғаннан кейін балам үшін деп, сөйтіп Астанаға көшу мүмкіндігі туғаннан кейін Астанаға көшіп кетті. Астанада квартира тұрдық. Ол кезде де біріне енді мен көп адам айтады, жилстройға жинау мүмкін емес деп жатады. Мен тіпті сол жилстройға жинап, до того бірінші үйімді жилстройға құрсын деп наличкаға ала салған адаммын. Неге? Өйткені жаңағы процент бар, одан кейін табыс көзін растау, ішіндегі опалар толмай айтады, құрсыншы деп, мысалға да, бүкіл ақшамды мен неге снятие жасап алған адаммын. Сосын барып, енді бірақ жаңағы қайбай шу 2015-те қырыла бастадым ғой, жайлап, неге сен ана 16-17-тен бастап банктың системасын зерттеп, ана банк, мына банк сөйткен кезде мен бірден білдім, что счет ашу керек, тұрақты түрде салу керек бәрін. 2015-те үйлене сала мен әйеліме счет ашып қойдым. Қызым дүниеге келе сала 2016-та қызыма счет ашып қойдым. Ұлым дүниеге келе сала оған да счет ашып қойдым. Жаңағы отбасылық пакет деген бар, ақшаны көбейтудің жолдары. Сөйтіп соның барлығын жасай бастаған кезде 2018-дің жазында менің бірнеше айналамда жүрген таныстарым үй ала бастады. Үй алған кезде маған айтады, Дәулет, сенің көмегіне, сенен сұрай берді де. Жарайды, оның бәрін таныстарға айтып жүрдім. Сосын бір кісі тұрды да, бір күн номеріме хабарласады да, батыстың бір адамы, сен маған айтып жүрші, үй алайшы, бір грубо сөйледі. Біз батыстың несіне үйренген жоқпыз ғой ондай нәрсеге. Өзіме бір түрлі болып қалдым да, как раз ол кезде мен өзім демалыста, отпускыда едім жазда, семейде. Сосын айтамын да, сіз кімсіз өзі, қайдан алдыңыз менің номерімді? Біреуге кеткен ғой, сарафаны осы бала жақсы біледі деп. Содан кейін бастап ашуланғаным сол екен, консультация керек па, пожалуйста, ақылы түрде алыңдар деп, өзі сөйтіп 2018-дің аяғына таман кәдімгідей баспаналы бол, баспанаға бағыт деп үлкен бір жоба ретінде бұл әлеуметтік желіде танылған жоба болды. Оған түрткі болған Дана Нұржігіт, қазіргі сенат депутаты, ол кісі маған, мен басында ыңғайсыздандым. Бұндай блогтар жүргізуге, Дана айтты, Дәулет, бұл білімін халыққа керек.
бұны сен шығар, іште жатпау керек деп. Өйткені не көріп отыр, мен телевизия жүріп қаншама адамға, әсіресе қаржылық сауат, сол кезде Каспий Голд не екенін, Каспий карточкадан бонус, конвертация, доллар сатып алу. Доллар сатып алу демекші, мен өзім үйленген 2015 жылдар девальвация болыпты ғой, курстың бәрі 150, 188-ден резко 250, 36 болды, 56 болды, сосын 290-ға шықты, 300-ге шығып, сөйтіп жүрген қолымдағы 1 миллионнан мен 2 миллион жасадым. То есть курстың обменник курсын мен ұтып, сонымен мысалы машина алғаным, жаңа таксовать еттім, Короламен мен таксовать ететінбіз 2016 жылдары, әйелім ол кезде жүкті. Мысалы бұның барлығын мен айтқым келіп отырғаны, табыс біз түсінуіміз керек те, үй алу үшін табыс бізде болу керек, өзіміз сауатты болу керекпіз. Соны елге айта бастадым. Одан кейін жаңағы банк бүкіл системаның барлығын түсінген кезде Жилстройсбербанктан айтылатын көп нәрсе. Соған қатысты елдің барлығы ойлайды, мен Жилстройда жұмыс істеймін, ақша төлейді ол маған деген сияқты. Бірақ Жилстрой шақырды мені жұмысқа шақырып, мен бір аптадай көрейін деген кезде, олар маған айтты, сен тек қана Жилстройда айтасың. Басқа банкты айтушы болма, баспана хитті айтпа, 7-20-25-ті айтпайсың, мүлдем тек қана Жилстройдың нәрсесін айтып, үйтуге болмайды ғой деймін. Халыққа ыңғайлысы неме? Сен жұмысқа шақырды ма, жоқ, амбассадор ретінде шақырды ма? Жоқ, жұмысқа шақырды, ол амбассадор емес. Иә, кәдімгі жалақы, менеджер болып, елдерге счет ашасын деді. Иә, маған, тек қана Жилстройды. Маған ұнамайтыны, андай шықма жұмыстар ұнамайды, шындайсың. Мында біреудің удостоверениесін алып алып, иін жазу, теріп, бүйтіп отыру нәрсе ұнамайды, шындайсың. Қағазбастылық нәрсені ұнатпаймын. Ана Казгудан да оқытушы болып кетіп қалғаныма да себеп сол болды. Ол қағаз бюрократия көпті. Ал енді мен өзім жаңа біреуге білім бергеннен, студенттерге сабақ өткізгенмен әлі күнге ләззат аламын. Әлі күнге дейін елге бір нәрсе түсіндіргеннен рахаттанамын да. Өйткені сол барлық нәрсені мен қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамын. Былай істейсің, бүйтесің, есік ашасың, жабасың деген сияқты, мысалы академиялық тілмен түсіндірмеймін. Сол себептен де жаңағы мен ана Ермұрат деген танысым бар, Фейсбукта ең алғаш осы жазда, осы 2-3 жыл бұрын пост жазған, бақаның тілін балық білет, банктың тілін халық білмейді деп. Осындай халықтың тілімен, банктың тілімен емес, халықтың тілімен деп соған қарап посттарым сөйте бастадым да. Өйткені қарапайым тілмен өзімнің мысалдарым бар, Мырқымбай Бәтима деген мысалы, сөйтіп елге көбі түсінікті бола бастады. Сәйкесінше сол Жилстройдан кейін, бір аптадан кейін мен айттым, қой, мен істей алмаймын бұндай нәрсені. Мен халыққа, енді ол жерде жаңа айтқан, ондай система 50 көбі 50-50-мен алады. Бұл кісінің 50% жоқ болса, 20% қолында тұрса, неге мен оған баспана кет, неге 7-20-25 предлагать етпеймін? Уақыты кетіп жатыр, үйдің бағасын жоқ, бізді ғана айту керек. Сосын жарайды дедім де, неткен жоқпын, жұмысқа да тұрған жоқпын. Ол жердегі менеджерлер бонусқа істейді емес пе? Неге келіп тұрған адамға олар алған оларға әлдеқайда тиімді емес пе? Бұл жерде менеджерлердің жалқаулығы ма, жоқ әлде менеджерлердің немқұрайлығы ма, әлде осы үй алмай қойсын деген қызғаныш па? Жоқ, қызғаныш емес, ол келген адамға ол түсіндіргенде де қалай жаңағындай кейбір адамда ол әрбір менеджерге бір 10-15 минут қана уақыт бөлінеді екен негізі адаммен нету үшін. 15 минутта ол адам бүкіл системаны түсіндірмейді ғой. Мен өзімде ақылы жаңа баспаналы бол мастер-класс арасында тегін сабақтарды өткізген кезде бүкіл осы дүниенің барлығын түсіндіруге как минимум 4,5 сағат кетеді. Бүкіл үй алудың системасы. Сен оны онлайн түсіндіресің ба? Онлайнда, офлайнда. Енді қазір пандемияға байланысты онлайнға көшіп кетті көп жағдайда. Ал пандемияға дейін мен офлайн бүкіл Қазақстанда мастер-класс жасап шыққан, баспаналы бол деген атаумен. Алматыда бірнеше рет, Шымкентте. Сені мастер-классына қатысу үшін қанша взнос салу керек? 5.000 теңге ғана. 5.000 теңге ғана. 3.000 теңге тегінде жүр. Мен бұл жердегі бір... Қанша адам жиналады? Мастер-класста ма? Әртүрлі. Алматы, Шымкенттерде 100-200-ге дейін жиналатын. Неде Атырау, Ақтауларда бір 50-50-ден жиналатын. Ол енді сенің несібіне байланысты да, ол кейде жиналады, кейде жиналмайды деген. Мысалы, Өскеменде жиналған 7 адам отырды мастер-класста. Ал сенің жаңағы мынандай заведениенің арендаға 60 мыңға алынды, жолым бар, нем бар. Мысалы, ол жерде қызығушылық жоқ. Өйткені орыс тілді аудитория, одан кейін жаңағындай көбінде баспана бар ма, білмеймін, мен көбі қызығушылық танытпадым, әлде жарнамасы дұрыс болмады ма? Өскеменде, мысалы, есімде бары 7 адам отырды мастер-класста. Дәулеттен арқасында қанша адам үйлі болды? Бұл сұрақ саған көп қойылатын шығар? Көп келеді, мен санамаймын, 1000-нан, 10 мың, 2 мың, білмеймін, күн сайын маған 4-5 адамнан хат келеді. Сіздің бағытыңызбен үй алдық, сіздің жол жина деген. Біз осы уақытқа дейін ақшаны
тойға шашамыз, білімге шашпадық, иә. Одан кейін жаңа арзан дүниеге шашып жүрдік, киімге көп шаштық. Қазір тамаққа, енді тамақ бәрібір керек, бірақ есепсіз жұмсаймыз көп ақшаны. Бұл қаржылық сауат негізі тәртіп содан басталады. Әйтпесе көбіміз бүйтіп айта саламыз ғой, үй алу үшін зарплатадан 200 мың, 300 мың болу керек деген миымызға установка қойып аламыз. Бірақ шын мәнінде ойлап қарайтын болсақ, маған күні кеше ғана бір оқырман жазады, мен почти миллион табам дейді. Жиналмайды, қайда кететінін білмеймін, даже айдың соңында өзім қарыз болып қалам дейді, мысалға. Қымбат киім алады. Сол өзім менің қаржылық сауатым жоқ дейді, мысалға. Мені соған тәрбиеленіші, или оқынышы, үйретініші деп мысалы қаншама адам сөйтіп. Кейбір адамдар бар, керісінше 30 мың, 40 мың ғана айлық алам, бірақ соның несібесін көріп отырған адамдар бар да. 30 мың, 40 мың алса да, мен де ол кісілерге мен айтамын, бос отырмаңыз, кәсіп бастаңыз, әрекет етіңіз деп, қаншама адам кәсіп бастап жатқан адамдар да бар, бизнесінде жасап, дөңгелетіп жатқан адамдар бар. Қызылордадағы бір оқырманым, атын ұмытып тұрмын, 50 мың теңге бергем. Морс баста кетіп, Қызылорданың қазір Морсынан... Сен бердің бе 50 мың теңге? Иә. Мен 50 мың теңге беріп, үйде отырған отбасы 50 мың теңгеге Морсына жаз кезінде кәдімгі бутылкадағы сататын Морстарды бүкіл магазин бойынша поставщик өзі жіберіп, жаңағындай сатып, енді өткенде де бір хат жазды, уже Морспен қатар жаңағы тәттілер бар ғой, кулинарный бизнеске көшіп жатырмын дейді. Жомарт тәттілері деген Шымкенттегі бір оқырман менің бизнеске бағыт кітабымды 3 мыңға ма 4 мыңға алып, кәсіп бастап кетті. Біз просто бұл жерге кейде бар мотивация жетпей. Кейде бір адам хат жазады маған, Дәулет мырза, бір нәрсе істегім келіп отыр, ананы істейін деп едім, қалай ойлайсыз, мен қолымнан келе ме дейді. Мен қайдан білемін, оның қолынан келе ме келмей ме, бірақ мен жазам. Соның бәріне жауап бересің бе? Тырсам енді. Өйткені қазір маған күніне 600 хат келеді. Дайрект қазір қарасаң. 600-дің бәріне жауап беру мүмкін емес. Мүмкін емес. 10-15-іне жауап беремін. Мен есімде қалып жатқан айтамын да, 15-20-сына жауап беремін. Кейде кептелісте тұрып қаласың, кейде таксиде отырып қаласың, мысалы, кейде бір жерге барасың, біреуді жарты сағат күтіп қаласың, мысалға дейінші. Сол кезде уақыт бола ма, мен аянбаймын. Жаңағындай ұстаздық, мен өзім бір нәрсені керісінше үйретсем екен, көрсетсем екен, білсем екен, жаңағындай сол адам білсе екен деп жүрмін. Сәйкесінше одан алғысын аласың, сәйкесінше сонымен күшті бір энергиямен жүресің. И сәйкесінше мен үнемі айтамын да, ол біреудің несібесі, біреуді конкурент көріп атады, бірін-бір өз қазақ онсыз да азақпыз деймін де. Нем бар, одан да керісінше қазақты қолда көтер, аяқтан шалмай деп, сондай идеологияны мен көбінесе өзім әлеуметтік желі. Ең қызық хаттар. Өзің мониторинг жасайтын шығарсың. Көп неше. Кеше ғана келді ғой, кеше ғана. Мен оқыдым кеше хатыңды. Мен сізге комментарийға, жаман посттарға мен жауап жазып отырайын. Сіз маған ақы төлеңіз дейді. Иә, ондай. Жауап бердің бе оған? Жауап сон, мен енді оны әзілдеп жіберетінім бар, оған жазамын ғой WhatsApp-та. Сонда қанша ақша беруім керек десе, хотя бы 50 мың деп жазады да, мысалы. Неге алмасқа шынында да? Мен не істеймін, мен ондай жалған нәрсені ұнатпаймын, шыны керек. Сіз өзіңіз Инстаграмда өзіңіз администратор, енді өзіңіз жауап беру. Мен негізі жауап беруге өзім тырысамын, ал бірақ мынандай нелер бар, жаңағы бірдеңе қосымша жұмыс, бір нәрсе деп рекламный блоктарды менің екі көмекшім блоктап отырады. То есть солар тазартып отырады. Мысалы қазір бір нелер шыққан, боттар. Мен порно жұлдыз болғым келеді деді, өзінің рекламаларын салып қояды. Мысалы, соның барлығы халықта не? Біз халыққа білім көрсетіп отырғаннан кейін, халыққа дұрыс жөн сілтеп отырғаннан ондай жарнама болмау керек. Қараш, Дәулет, менде де болды да. 45-42 мың теңгенің мәселесі шығып, көп балалы аналардың ақшасы қалай алу керек деген кезде менде ақыл айтуды, ақыл емес енді. Мен де кеңес айтуды Инстаграмда бастадым. Бірақ мен жұмыспен шыдамадым, біріншіден. Уақытым жоқ оның бәріне жауап беріп отыр. Екіншіден, халық егер ала алмай қалса, 42 мың теңгені атакан саған жасайды. Сен сондайға қадайшы. Мен мысалы шыдамадым, өйткені әрбіріне жауап беру, әрбірінің күнәсін көтеру, әрбірінің сөзін көтеру маған сәл ауырлау болды. Сағаншы? 42.500-де де мысалға маған айтады, сізге ақылы қызметін берейік, ананы басып берші, мен айтамын, жоқ, өзім бас. Мен жаңағы үйрететіндей бүкіл инструктажды үйретіп қоям, оған мен көп жаңағы ақшамды да мүлдем алған емеспін. Бүкіл жаңағы YouTube-та да бар. Мен айтамын да, қара, оқы, соқтан өзін әрекет ет деймін. Ол енді 42.500 деген бір реттік әлеуметтік көмек ретінде ғой. Ал енді мен баспана мәселесінде ол жағынан маған жеңіл. Ол кімге өкпелейді? Маған не үшін өкпелейді? Мен елдегі бар бағдарламаның барлығын түсіндіріп айтам елдерге. Мынау бар, мынау жоқ деген сияқты. Ал енді үй ала алмаса, ол өзін кінәлау керек қой, мені кінәламайды. Сондықтан да бұл жердегі және де менің бір немде артықшылығым деймін ба, енді бір плюсім, менде мынандай жоқ, бір пост жазып қоямын да, жалғасын ақылы сабақтан оқы.
немесе бір демо версия жасап қоятын адамдар бар ғой, қалғанын айтпайын деп. Мен бәрін айтамын, бәрін жаза беремін. Тегін тұрған ақпаратта просто кейбір адамдар бар да, оқығысы келмейді, бір нәрсені қайталап сұрай береді. Сұрай берген адамға не дейсің енді? Айналайын ақыл сабаққа қатыс, мүмкін сен қалтаңнан ақша кеткеннен кейін бірдеңе түсінетін шығарсың дейсің. Немесе тегін дүниені түсінгім келмеймін, онда ақыл консультацияны ал. Мен жаңа ақыл консультацияға да тоқтатып тастадым. Өйткені 2,5 жылдай бердім. Көп бір сұрақтар конвейер сияқты қайталана береді. Өйткені сұрақ сол ғой, енді үйді қалай аламын деп. Соны шәкірт тәрбиеледім. Қазір екінші шәкіртті де тәрбиелеп жатырмын. Өйткені халық информация өте көпті жаңағы, то есть сұрағысы келетін ақпарат. Менің консультация тоқтатқаныма енді бірінші кезекте уақыт, екінші кезекте көп адам бір андай культ дей ма не дейді, жеке басқа табынушылық сияқты көбейіп кетті соңғы кезде. Дәулеткенге табынып жүр ма? Жоқ, енді табынды деп айта алмаймын. Мынандай да консультация ақшасын береді де, үй туралы бір-ақ сұрақ қояды да, аяқ жағында бүйтеді. Мә, Дәулет мырза, сіздің дауысыңызды естіп бір президенттің дауысын естігендей болдым ғой. Жақсы емес пе? Маған ұнамайды екен ол нәрсе. Мен айтамын, маған айтпай ақ қой, басқа біреуге айта бер деймін де. Немесе алады да, сіз хотя бы менің баласының суретін жібереді де, мына балама онлайн түкіріп беріңізші дейді. Дәулет, осы жерде сұрайыншы, Дәулеттен ауызға түкіреді дейді ғой? Түкіреміз. Араман жасап. Қанша аласың түкіргенге? Аузын Құдайдың беріп жатқан суын несін сатам. Осы күнге дейін қанша баланың аузына түкірдің? 500-ден астам шығар, 500-ге жоқ баланың тұсауы кесілді. Сосын артымнан да әңгіме айтатындары бар. Дәулет тұсау кесуге ақша алады дейді. Жоқ, мен баланың ақ жолын көк қағазға былғамайтын адаммын. Адам енді біреуінен де алмады. Біреуінен де ставкам жоқ мысалы. Құдай ақы. Құдай ақы. Жоқ, мынандай болады міне, Құралай. Сыйлығын береді, шапанын жабады. Шапанын жабады, сыйлығын жабады. Енді оны мен қалай алмаймын дейсің. Қолына кәмпитін ұстап жібереді. Кейбір адам алғысын береді, кейбіреу батасын береді, кейбіреу мысалы конверт береді мысалға. Конверт ашасың, ішінде 2000 теңге жатады, кейде 1000 теңге жатады, кейде 5000, кейде $100 жатады. Ол бергеніне байланысты. Мен айтамын да, менде тіпті оны бермей-ақ та қойыңыз. Мен баланың 5 минуттық нәрсе ғой, даже 5 минут дейміз, қидың міне 10 секундтың ғана кетеді. Балаға ақ тілегінді айтты да болды. Батысқа барып қиып көрдің бе баланы? Ойбай, батысқа бардым ғой. Ол жерде конверт қалың деген шығар. Қалтаға ақшаның бәрін сала береді ғой. А мен оны көп жағдайда онда түскен ақшаны қайырымдылық қорға жұмсай саламын. Шапандарым көп, мен әзілдеймін де, той жасаймын, тойхана ашамын деген сияқты еді. Шапандарды мен сол жерде мен таратып беремін. Маған қандай сыйлық келді, мен барлығын таратуға тырысамын. Кейбір сыйлықтар болады, соны айтқаннан кейін датаға кейбір оқырмандар уже болды. Сыйлыққа уже печатьпен ше, Дәулет Төлеутайұлы деп ремен сыйлайды. Енді оны бере алмайсың. Мен бір ременім бар, әкеме сыйлай алмай отырмын да, өйткені ана жерде жазылып тұр да, Дәулет. Бірақ жақсы ремен ба? Ол жақсы ғой, просто қымбат ремен ба деген. Мен оны білмейді екенмін. Енді ол ниетпен берілгенде мен оны нәрсені бөле алмаймын. Мынау қымбат, поле чудес сияқты. Поле чудес сияқты мен таратып беремін мысалға. Ол әдейі шақыра ма, баламның тұсауын кесші деп, әлде сәті түсіп барған кезде? Сәті түседі, кейде әдейі шақырады мысалға, кейде сенбі жексенбі қолым бос болып қалады ғой мысалға. Соны ана көмекшім Бекарыс бүйтіп жинақтап қояды график, сосын мені машинаға отырғызып алады да, сосын 12-ден ана жерге, 2-ден ана жерге, деп жарайды деп кесеміз. Бұл жердегі не? Бұл баланың қуанышы деймін де. Мен бұны кішкене әр нәрсені былай болашақпен ойлаймын. Кейін мен пенсионер шал болған кезде көшеде емін-еркін жүрсем екен деймін де. Себебі не? Ой, мына ата менің аузыма түкірген деп айтса. Мысалға, ой, ата күшті, мына ата сияқты болғым келеді деген примерно енді сондай ой ғой менікі. Ал енді ұрпақ тәрбиелеу, ұрпағым, мынанда Бисмарктың сөзі бар. Егер де біз уақытында мектеп салмасақ, кейін өкімет түрме салатын болады. Көрдіңіз ба? Сол сияқты міне қазір бұл да өз баланың бір мектебі. Ана ата-ана баласын жаман болсын демейді, тұсауын кесті, түкіртіп ұрымдап жатады, сосын баласын айтып отырады. Мына аған сияқты бол, міне кезінде осылай саған түкірген, болмаса тұсауын кескен, ол бала ізденеді. Бұл қандай адам деген, бұл оқыған, өз біліммен, өз жетістігімен жеткен десе, яғни мен де сол сияқты болам деп талпынады. Бұл біреудің өмірі бізге көп жағдайда үлгі болғанын қалаймыз да, мысалға. Біреуден мотивация алғанды қалаймыз. Жаңағы айтқанда кәсіпке жазады дедім ғой, біреулер жазады, Дәулет мырза қолымнан келе ма деген нәрсе. Мен білмеймін ғой қолымнан келе, бірақ мен оған жаман сөз жазбаймын. Қолыңыздан келеді, жасаңыз, тек қана алған андай біткен смайликтер бар ғой, соны жүріп қоямын. Бір қызық болғандай, бір оқырманым бар, 3 айдан кейін 4 айдан кейін маған хат жазады. Дәулет мырза, есіңізде бар ма? Сізден сұрап едім ғой. Сіз қолымнан келеді деген, қараңызшы, мен мынандай бір кәсіп бастап жатырмын деп суретін жіберген кезде, бұл жердегі нәрсе не? Адамға мотивация, адамның санасын ояту,
бәріміздің қолымыздан келеді. Сіз тапқан миллион, мен айтамын да, мен тапқан миллионды сіз де таба аласыз, сіздің де қолыңыздан келеді, бірақ сіз өз-өзіңізге сену керексіз деп. Бұл жерде жетпей жататын мотивация. Мына өмірде бізге жетпей жататыны жылы сөз жетпей жатады. Бір жаңағы көп жағдайда жығылғанға жұдырық болып жатады. Керісінше жығылып жатқан адамды біз көтеретін болсақ, сүйеу болатын болсақ, демеу болатын болсақ, біз қазақ онсыз да азақпыз да, тез өсетін халық. Қазаққа мотивация өте қажет пе екен? Керек, мотивация да керек, заңдық сауаттылық та керек, қаржылық сауаттылық та керек. Қазаққа көп нәрсе әлі керек негізі. Жаңа қаржылық сауаттылық. Сен өзің байқаған шығарсың, саған қаншама адамды жазады. Байқадың ба? Біздің қазақ қоғамында жастар демей ақ қойын, жалпы біздің қоғам қаншалықты қаржылық сауатты екен. Төменгі деңгейде енді мүлдем сауатсыз деп те айту қиын. Десе де енді әйтеуір ақша санап жүрміз, мысалға табыс тауып жүргеннен кейін ол бәрібір де адамда қандай да бір деңгейде қаржылық сауаттылығы болады, бірақ салыстырмалы түрде төмен деңгейдеміз. Себебі біз өкінішке қарай біреудің ақшасын көбірек санап жібереміз. Одан кейін керісінше өзіміз табысымызды санамаймыз, жаңа күнделікке жазбаймыз, мысалға күнделікті есеп бермейміз. Мысалға негізі қаржылық сауаттың ең бірінші құралы өз-өзіне есеп беруден басталады. Мысалға 5000 теңге кетірсең де соған есеп ойлану керексің де. Қаншалықты мен бұны қайда жұмсадым, неге жұмсадым деген сияқты. Ол қаржылық сауат содан басталатын нәрсе де. Ал енді деңгейді салыстыратын болсақ, өзімнің аудиториям енді Аллаға шүкір көтеріліп жатыр, көбейіп жатыр. Өйткені менің бір ұраным бар: банкке барсаңыздар, бір нәрсе біліп барыңыздар деймін де. Б әрпімен аллитерация жасаймын. Еще арасында кейде бүйтем бақыраймай деп сөз қоямын да. Әйтпесе біз көзіміз бақырайып барамыз ғой, түсінбей. Ал енді өзге ұлттар барады банкке, көп нәрсе біліп барады, керісінше олар өздерінің құқықтарын қорғап, так, почему так, бүйтіп те сұрайды. А біздікілер қол қой десе, деп қол қоямыз. Мысалға, менің оқырмандардың барлығына үйреттім: қол қоймас бұрын міндетті түрде оқыңыздар деп. Мен соны өзіне айтқан сайын, кішкентай шрифтпен жазылған оқыңдар. кейбір соны айтқан сайын кейбір оқырмандардың сол артынша 100 хат келісімшарт жібереді ғой: Дәулет мырза, дұрыс па. Әрине, миллион аудитория, 1.100.000, скоро 1.200.000 боламыз статистика бойынша. Оның бәрін қамту мүмкін емес. Бірақ әйтеуір шамам жеткенше біреуге шапағатын тисе екен деймін, біреуге бір жаңағы білім бағдарын алса екен дейміз де. Әйтпесе соны постаға жазып қоямын, соны барлығын қарапайым тілмен барлығын жазып қоямын мысалға ше. Сәйкесінше соны тоқыған адам міндетті түрде ол бағытын алады. Жаңа шәкірттерім бар дедіңіз ғой, сол кезде, яғни осы салада оқытып жатсыз ба? Иә, қаржылық сауат, одан кейін консультацияны тоқтаттым деді ғой. Консультация жаңа айтқандай ауызға түкір деді, бір нәрсе деді, бір бата беріңіз, сіздің аузыңыз дуалы ғой депші, сондай кетті уже. Мен консультация емес, бір әулиенің, мен күлетінмін, мен достарым өте жақсы біледі маған қандай хаттар келетінін. Сол маған айтады да, тіптен өзіміздің әріптес Нұрсұлтан Құрманның өзі: Дәулет, сен 363-ші әулиесің деп маған әзілдейді де. Енді сол жақта құрсын әулие болмай тоқтатайын дедім. Бұрын декрет жайлы консультация беретін Дорада ғой. Мен осы сұрақты сенен сұрайын: неге сен әйелдерге декрет туралы үйретуің керексің? Өйткені мен өзімнің басымнан өткен нәрсе, бұл жерде ол декретті тек әйелдер емес, бұл айналып келгенде қаржылық сауатқа келіп тіреледі. Ол қаржылық сауат жыныс таңдамайды. Ол әйелге де керек, ер адамға да керек, отбасыға да, үйдегі апаға да, атаға да керек. Жоқ, жұмыс істейтін әйел онсыз да оны біледі ғой дегенім ғой. Жоқ, жұмыс істейтін, бұл жердегі декретке миллионның несі, жұмыс істеп жүрген әйел қосымша тағы да жұмыс істеп көбірек алуға мүмкіндігі бар мысалға. Яғни соны мен өзім сабақтарда түсіндіре бастап, кейін жеке консультация берген, жаңағы ИП-ның отчеттарын беріп жүрген кезде тағы да мынандай не кетті: екі қабат әйелдерден: Дәулет мырза, ұл туам ба, қыз туам ба, бір гинекологқа, акушерге барғанда ғана өзінің суретін жібереді, бір диагноз чуть болғанда бір онлайн гинеколог болады. Ол енді ол сол халықтың сол деңгейге кішкене түсіп кеткен, не істеймін, мен оған кінәлі емеспін мысалға. Сөйтіп қой, мен бұны уақытында тоқтатайын деді. Неге? Өйткені жаңағындай сол қаржылық отчеттан гөрі ұл туам ба, қыз туам ба, или жаңағы: Дәулет мырза, мен 3 қызым бар, енді 4-шісін ұл ту деп айтыңызшы, или дұғада болыңызшы дейді. Құдай ау, мен сол бүкілінен жаңағы айтқанда әулие ұқсап, маған ұл ту, қыз ту өйте алмаймын ғой. Мен жаңағындай, әрине бұның барлығы Алланың ісі, оған мен ете алмаймын. Ол
алланың ісі болғандықтан мен онымен араласуыма болмайды. Сондықтан декретті де мен тоқтаттым, жаңа ақыл консультацияны тоқтаттым. Мен оның бәрін айтамын. Менің посттарымда тұр, оқыңыз. Немесе сіз онлайн сабақтарға қатысыңыз, жаңағы жеңілдік сабақтары болады, жаңа айтқандай. Бір кездер 2000-ға өткіздік, қаңтар айында полностью тегін сабақ өткіздім 1.200.000 аудиторияға. Бірақ қызық, 1.100.000 аудиторияға. 1.100.000 аудиторияға тегін сабақ өткіздім, 7-ақ мың адам отырды. Неге? Өйткені білмеймін, тегін дүниенің қадірі көп жағдайда бола бермейді мысалға. Шәкірттеріңіз қашан дайын болады? Ұлан дайын, екінші шәкіртімді ол Алматыдан, сәйкесінше біз енді Алматы, Ұлан, Астанадан осы баспана нарығындағы Алматы, Нұрсұлтандағы бүкіл соңғы тенденциялардың барлығы бізден шығатындай, халықта нақты доступный информация болатындай, халық алданбайтындай, халық сандалмайтындай, яғни ақпараттық инфо бизнес дей ма неме дейді, соны қолға алып отырмыз. Ал дәулеттің компаниясында қанша адам жұмыс істейді? Қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз? 14-тей болды, өзім жұмыс істейтіндер деген чатым бар. Тояқта 14 адам отырамыз. Соның ішінде Алматыдан да бар, Ақтөбеден де бар, себебі YouTube канал жүргізетін бар, Telegram канал, Instagramда жаңа айтқандай кейбір реклама, ұятсыз контенттерді тазалап отырады. Одан кейін жуырда аяқ киім аштық, білесіздер, Төрешов ұлымның құрметіне Жантөреге. Ол жерде жаңағы Шамилге бердім, тоже менің шәкіртім, өзім басқар деп, бірақ сол чатта Шамил отырады. Одан кейін мүмкін естіп жатырсыздар, Пончик кафесі ашылады осы наурыздың аяғында. Пончик деген қайдан шыққан? Ашаққа қателеспесем, келіншегін солай еркелетесің, е? Еркелетем, енді ол енді ана Пончик деп енді толық томпақ адамдарды айтады ғой, сонымен кейде Лаураға айтамын да, бұрын айтатым, сен кішкене салмақ қосып баратсың деп әзілдейтім де, соны саған Пончик деп атып қоямын, ол басында қарсы болатын, үйтіп айтпа мен деп. Сөйтіп, қалай енді 2 жыл бойы, 2 жыл емес, 1,5 жыл, 2 жылға жуықтап қалды. 2 жылға жуық Пончик деп айтып жүргені, ел аузында да Пончик дейді, көбі Лаура демейді, көшеде көрсем Пончикке сәлем айт, жаңағы бір жерге көрсем Пончик, мен айтам, бүйтіп отырмын да, Пончик кәдімгі бренд болды, иә, мысалға. Мен маркетологияны оқыдым, менеджментті оқығаннан кейін маған кішкене көп нәрсені әрине бизнес тұрғысынан да қараймын мен. Өйткені тренд сөзді брендке айналдыру керек. Мысалға трендке айналды, мысалға тренд болып кетті елдің аузында жүр. Пончик. Бір нәрсе болса да мен де пост жазамын, Пончик деп. Сол сияқты оны Лаура енді қатты толықтай емес, семізде емес, оны көрген адамдар не үшін сені Пончик деп айтады деп елдер маған нетіп жатыр. Мен айтамын да, енді Пончик семіз емес, Пончик тәтті Пончик болады ғой, жаңағы Пончиктің тәттісін елестетіңдер деп сөйтіп өзім әзілдеп қоямын, жаңағы. Кейде әзілдеймін, көз тимесін деп айтамын да, әйтеуір сөйтіп кетті де енді Пончик болып, танымал болып. Сөйтіп отырдым да, жаңағы кафе ашу керек деп Пончик кафесін ашамыз бұйырса. Енді орта есеппен жалақылар қанша олардың? Кімнің? Жұмысшылардың. Дәулет қанша жалақы бере алады жұмысшыларына? 100 мыңнан? Жоқ, мен негізі жақсы берем. Мен ешкімді ренжітпеймін. Менің ұраным адамның еңбегі ол бағалану керек, еңбек зая кетпеу керек деп айтамын. Мен өзім балалар отчет тапсырады, қазан айында, қараша айындағы отчеттарды қарайтын болсам, жаңа 14 адамның ішіндегі 3-4 1.200.000 айлық алып отыр ай сайын. Одан кейінгілері, в общем, былайша айтқан кезде сол 14 адамның ең соңындағылары 150-180-дей алып отыр. Оның барлығы онлайн жұмыс жасап отырған адамдар. Қалай жинадыңыз командаңызды? Қайдан жиналған қыз-жігіттер? Білмеймін. Негізі мен өзі адаммен араласып, кейбір таныстарымды айтады, сенде HR жақсы дамыған адамды тану мүмкін, ол психология шығар. Өйткені мен мақтанғаным емес, кейіннен шыққан психологтардың айтып жүрген Кехолары, Карнегилары, мысалға, иә. Одан кейін Алан Барбара дегендердің бәрін өзім 2009-10 жылдар көп нәрсені оқып тастадым психологияда. Ол психология мен үшін адам тани алдың, адам тани, аффирмация деген нәрсе, визуализация деген, секрет деген сериалдардың барлығын 2009-10 жылдар көріп тастаған мен. Мысалы, соның бір несімен адам тану кішкене көмегін тигізеді мысалға. Сәйкесінше негізгі командамдағылардың басым бөлігі интеллектуалды жастар. Оның барлығы кезінде 21-ші ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысы болды ғой. Сол отбордан жасап, отбордан шығып, өзім бүкіл ел жерді аралап, мықты балалармен әлі күнге араласам, бір жұмысқа бір адам керек болса, мен көп жағдайда сол жақтан алуға тырысам. Өйткені олар оңды солды біледі, интеллектуалды, жақсы балалар, бастысы қызметтеріне адал. Табысың қанша? Дәулет біраз табады онда. Мен табам, бірақ неткім келмейді, миллион деп айта берем. Енді Forbes-қа кіріп жатсаң, мысалы,
Forbesқа кіргенде енді ресми мәліметті көресіздер, бірақ енді әзірге Forbestың деңгейіне жеткен жоқпын, бірақ миллион табамын. Сен өзің қол астыңдағы жұмыскерің миллион табасың, сен Енді ол миллион табасың. миллион, ол 999 миллионға дейін ғой, сол аралықтың 5 миллион бар ма? Шамамен бар, Аллаға шүкір, иә. Ал дәулеттің өзінің баспана алуға үйретіп жүр, дәулеттің өзінің баспанасы. Қанша баспанасы бар? 4-теу. Алғашқысын қай жылы алдың? Біреуі наличкаға алынған, 2018-де алынған, 2018-де. Потом одан кейін 2019-да алынды, сосын 2020-да алынды. Екеуі жилстроймен алынды, екеуі наличкамен алынған. Арманың қандай? Менің арманым қазақ даласына білім беру, сол қазақ даласының баласына мектеп ашу, университет ашу, балабақша ашу. Кезіндегі Ыбырай атамыз сол 19 ғасырдың өзінде бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық деп қаншама ауылдың балаларын оқуға үйретті. Сол сияқты мен бір ұрпақ тәрбиелегім келеді, ұрпақтарды тәрбиелегім келеді. Себебі ақшаның түбіне ешкім жетпейді. Мен жаңағы ол миллион таптым не, миллиард таптым не, бәрібір де адамның өзінің бір ішкі қанағаты болу керек. Ешкім бұл ақшаны ана өміріне алып кете алмайды. Бәрібір 2 метр жері мен 2 метр матасын ғана алады. Ал ертеңгі күні адамға баратыны ол амалы. Ол амалы қандай амал болуы мүмкін, ол жаңағы өз үшін оқыған намазы, діни, мысалға ілімі. Ал халық үшін ол білімі, көпір салатын болса, мектеп салатын болса, мешіт салатын болса да, ол адам көрде жатса да өзіне сауап жазылып жатады. Арманың өзгерген ба? Өйткені бастап кезде сен 30 пәтер алу арманы. Жоқ, ол 30 пәтер деген ол жеке мақсаттағы нәрсе ғой. Ол жеке мақсаттағы, ол адам жаңағы айтқанда әркімнің өзіндік деңгейінде ойлайды болады. Ол 30 пәтер деген қайдан шыққан нәрсе? Алматыда бір күн мен далада қондым. Оны менің кейіннен Бауыржан деген досымды өткенде маған жазып жіберді. Дәулет, сен есіңде ме? Осыдан 10 жыл бұрын сол Алматыда далада қонған кезде сен бір налығаның бар еді ғой. Көресің, осыдан менің 30 квартирам болады деген. Көрдің бе, міне сол дүниеге жетіп жатырсың. Сол кезде де үнемі жақсы сөз айту керек деді ғой. Ол енді 30 пәтер алу деп жаңағындай мен кейбіреулер айтсам, мысалы кейбіреулер жазады әлеуметтік желі. Хейтерлер бар, ол өмірдің бәрі идеальный өтпейді ғой. Сен де жек көретін адамдар бар, ұнатпайтын адамдар болады, ол по-любому. Сол кезде жазады, ойбай, сен ол 4 баспана бір нәрсе деген сияқты нәрсе жазып жатады. Төртеуін қайда қоясың? Иә, қайдан аласың, немесе оны таратсаңшы дейтіндерде де болады да, мысалға. Мен әлі 30 пәтерім болады деп сөйтіп оларға бүйтіп жазатыным бар да, мысалға. Өйткені қайырымдылықта да ол жасап жүрміз, көрсетіп жасап жүрген қайырымдылық бар, көрсетпей жүрген қайырымдылықтар да бар, мысалға. Сол тіпті аренда тұрған үйлерге де мен біреуінде қазір негізгі пәтерде тұрған жаңағы 3 үй ғой. 3 үйдің екеуіндегі арендасын алам, бірақ тіпті пандемия кезінде мен олардың ақшаларын алған да жоқпын. Бір үйден мен мүлдем ақшасын алмаймын қазір. Неге? Өйткені солар тұрсын, сол жақта главный үйді ұстап отырсын дегендей, жаңағындай жұмыс істесін, әрекет етсін деген ниетім. Сосын мен өзімнің квартирада тұрып жатқандарыма бірден пропискаға тұрғызамын, мысалға ше, балаларымен, бәрімен. Неге? Өйткені саған керек кезінде ондай нәрседен мен өзім таяқ жедім қаншама. Айтқандай ғой, прописка. Мен айтым, ертең күні вдруг саған бір өкімет үй беріп қалады. Мысалға Алматы жастары, Елорда жастары деген бағдарлама бар. Ол шығады, міне 2 жыл прописка болу керек. А ол квартиранты қайдағы прописка? Сондықтан мен бұл жаңағы үндейтінім, пәтер иелері бар ма? Тұрғызыңыздар прописка. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ары кетсе комуслугаға ақша қосылады, но комуслуганы өзі төлейді ғой ол. Болды, керісінше жағдай жасап, бір-бірімізге демеу болып. Мен де өзім квартиранттарыма да айтамын мысалға. Қашанға дейін квартирада жүре бересің? Жина ақшанды, міне. Жилстройдан счет аш. Иә, оның бәрін аштырып қоям мен. Ол еще счет аштырып қоям. Еще отчетін сұрап отырмын. Еще пропискаға тұрғызып беремін. Барлығы үшін мен айтамын да, иә, мені қашанға дейін мен пәтерімде жүре бересің? Көрдіңіз? Бір күн қуып шығам. Жоқ, қуып шығам деп айтпаймын енді әрине. Иә, сол условиялар қойып бірақ сен де кет пәтерге, қашанға дейін квартирант болып жүре бересің деймін, мысалға. Кейбіреулер айтады, Дәулет аға, сізден кеткіміз келмейді дейді, мысалға, ондай да бар. Сондықтан мен ол жағынан келгенде өтейін. Мен тіпті ол үйлеріне барғандай емеспін. 2 жылдан артық арендада да, мысалға, мен бір барып көрген жоқпын. Көмекшім барады, анда-санда ғана барады. Бірақ мен айтам, бастысы үйді қиратпаңдар, бәрін өзің үшін, әркім өз үшін тұратын болу керек. Жаңа хейтерлер дедіңіз ғой, сол мысалы
неше түрлі пікір қалдыратын адамдар бар ғой енді. бар, ол аты жоқ, заты жоқ. Иә, диванный войска дейді ғой, отырып алып әңгіме айтқан жақсы көреді. Солардың бір жаман айтқан, көңіліңізге тиген сөздері болып, көп қой. налып тастап кеттіңіз келген жоқ па бұл? Басында болды. Менде 25 мың подписчик болды, который дәулет журналист, дәулет 21 жас көшбасшысы, ана мынау деп сондай көзқараспен, дәулет Казгу, дәулет ағай, Казгуда бізде оқытушы деген көзқараспен жүрген 25 мың оқырманым болды да. Бір неде кетті, мына жаңағы баспана мәселесінде қалай үй алудың жолдарын айтам, посттар жазылған кезде бірнеше танымал адамдар репост жасады мысалға. Соның ішінде көмегі тиген Дана Нұржігіт болды мысалға, жаңа Алтынай Жорабаева, Досымжан Қаңатаров, Ләйла Сұлтанқызы мысалға, көп Аша Матай, Әйгерім Қалаубайқызы мысалға. Олар сөйтіп блогтан жазып, жаңа мен отметка жасаған кезде бір күнде ойлаңызшы 110 мың адам келді. Сол кезде не болды маған? Мынау алаяқ, ертең күні бұл жоқ болып кетеді, біздің ақшамыз жинап алып дейді. Мен Құдай-ау, ақшаны маған салмайсыңдар, банкке саласың, депозитке саласың. Еще ол жерде айтасың ғой, жилстройдың өзінің системасы бар, 3 жыл жинау керек, процент аз болу үшін. Жилстройға жұмыс істейді деп шығар. Иә, ол жоқ, ол жилстрой жерде айта берсін. Одан бөлек ең күйдірген нәрсе бүйтеді ғой. 3 жылдан кейін ана сенің компанияң жабылып қалатын болса, менің ақшам банкрот болып қалатын болса, 3 жыл сен гарантия бересің бе, ол жабылып қалмайтын еді. Мен айтамын, Құдай-ау, бұл жерден бұл менің компаниям, менің ақпарат беру, елдер сосын барып түсіне бастады. Сол кезде бар ғой, прям кетті маған, сен алаяқсың деді. Сосын банктың адамдарынан да, басшыларынан да маған атака келді. Кәдімгідей мені шақырып алып, үлкен бір жиналысқа кетіп, иә. Сосын сен кімсің? Сен неге банковский, коммерческий тайнан айтасың, сені соттатамыз дегенде ақпарат шықты. Сондай ақпараттарды айтқан кезде мен ойладым, Инстаграммен жауып тастаймын дедім. Құрсы, не бәле, куда я попал деген орысша айтқанда же. Сосын мені бір неткені, ана кісілер отырды. Мен айтамын да, мен банковский тайна айтып жатқан жоқпын. Мен бүкіл елдегі банктың сайттарындағы бастығы сөйтіп шақырды ма сені? Иә, банктың басшыларында бір кәдімгі бір болады ғой, бір закрытый неде. Ол жерде жаңа бірнеше адам, яғни закрытый дейді ғой. Соған келіп, маған жан-жақтан атака келеді басында. Мені ең соңында бір құтқарып қалған нәрсе маған айтады. Соңғы бір сұрақ болды. Құтқарғанда қалай енді, то есть ауыздарын жапқан нәрсе болды да, маған бір сұрақ қойды да. Ты же ведь журналист дейді. Журналист адам. Неге оны айтады? Почему ана мынау деген сөйтіп? Мен тұрдым да, мүмкін сіз мені журналист ретінде көретін шығарсыздар. Бірақ мен по образованию Казгудың экономфагы. Мен 2 жыл оқытушы болғанмын, 2 жыл финансист экономистерге сабақ бердім. Мен неге бұны айтпаймын? Банковское деланы да мен оқығанмын, менің дипломым да бар. Магистратура, я магистр экономических наук, я не филолог, мысалға. Деп айтып едім, отырды да бір кісі сөз сөйледі, сені біз ар сынадық, бер сынадық, дәулет. Өттің деді ма? Өттің, жолым берсін, жолым болсын. Банкирлердің батасын алыпсың? Алғам, иә. Просто бұл нәрсе айтылмасыншы дегенде өтініш жасады. Ол жерде отырғанда да қай банктың адамдар, ол жерде атын айтып қоясың ба қазір? Жоқ, атын айтпаймын. Атынды да, кәдімгідей ол сондай үлкен бір әңгіме болған еді. Сондықтан олардың да батасын аламын, олар да маған жан-жақтан сұрақтар қойып, мен айтамын да, жаңағы сенім алаяқ қылдырын, мошенник қылдырын, сол кезде бар ғой, бір ішкі жаным өртеніп атты да, бұл не болып кетті сонда, мен керісінше халыққа білім беріп жатыр едім деп, банктен атакадан бөлек халықтан атака кетіп жатыр да, мынау алаяқ, ертең мұның компаниясы жабылып қалады деген. Содан енді ол любой адам бір жетістікке шығайын, көтерілейін деп жатқанда бір сынақ болады да. Содан өтіп кетсең ары қарай дөңгеленіп жүре бересің деп ойлаймын енді. Қазір де сынаққа түсіп жатқан жоқсың ба? Өйткені Инстаграмда сен бақытты отбасы банкі бағдарламасын жоқ, ол енді өзгертейік деген сияқты. Иә, сынақ емес, ол ұсыныс қой, енді ол сен халықтың жағдайын қарап отырсың да, сенің айтқан ойың дұрыс негізі. Дұрыс қой, енді мен ол жерде мен келсем, егер де мен біреуді кінәлап, мысалы, мына Құралай пионер бір нәрсе дейтін, мен өмірімде бүйтіп пост жазбаған адаммын. Мен ешкіммен қырылғанды, ешкіммен қырылысқанды ұнатпаймын. Өйткені бұл өмір уақытша өмір. Сенің ұсыныстарыңа құлақ аса ма? Асады. Мен білесіз ба, егер де сіз бүйтіп ақпараттың барлығын іздейтін болсаңыздар, ең бірінші елге бастапқы жарына түсу керек 10% деп мен бастама жасаған болатын. Ол тіпті ашық алаңда да айтылды, дәулеттің жобасы деп, жаңағы неге де шықты, Айқын газетіне де шықты, Егемен Қазақстанға. Қазір не болды? 10% болды ғой первоначальный взнос, мысалға.
Одан кейін Алматы, енді прям мен деп айта алмаймын, енді мені қолдап кететін адамдар бар, осыны репост жасайды, қоғамда бір резонанс тудырып жатады. Мысалға мен жаздым, жаңағы бақытты отбасында Дала Ньюс газеті шығарды, Дала мен қала шынымен түсу керек деп өздерінің нелерімен. Сөйтіп жоғарыға жетсе, олар да ойланады ғой, әйтпесе Алматыда 15 миллионға бір бөлмелі үй алу невозможно. Тіпті алғанның өзінде көп балалы отбасына сен қалай бір бөлмеге қамақ қоясың? Әйтпесе сол бойдақтың өзіне Алматы жастары 18 миллионның үйін бергелі жатыр. Ал семьясы бар адам, болмаса мүмкіндігі шектеулі инвалид баласы бар отбасын алады да бір бөлмеге қамап қою деген ол қиянаттың қиянаты. Ол бақытты отбасы емес. Ой, өкіметке барсын деп бара алмай қалдық қой сол. Ол саясат қой енді. Өкімет басында барсақ, мен бірінші кезекте ипотека емес, қаржылық ұйымдар бар ғой. Соның ішінде банктер бар, микрокредитный организацияның процентін түсіргім келеді. Сұмдық проценттер ше. Жарайды, мен ақшалай кредитті айтқым да келмейді, процент сұмдық. Ешкімге оны насихаттағым да келмейді. Мен келсе, маған да тесет, сен процент айтып атсың, сен харам адамсың деп неше түрлі жазып кететіндер жаңа хейтерлер. Сен тозақта жанасың, өртенесің, күйесің дейді. Мен айтамын, айналайын. Банк деген 17 ғасырда Италияда ашылған. Банкке барады, бірақ банкке барған кезде адам сауатты болып барыңдар. Мен қазір айтпай қоймасам, елдің бәрі банкке бармай қоймайды, банктер жабылып қоя салмайды. Керісінше жұмысын жасай береді деймін де олар. Бірақ сол банкке барғанда адам сауатты болып бару керек қой. Мен ешкімді сүйреп жаңағы ақшалай кредит ал деп айтқан адам емеспін. Керісінше жоламаңдар деп айтам. Сол сияқты біздің жаңағы банктың процентін ең бірінші кезекте азайту. Екінші кезекте елдерге қаржылық сауатты үйрету дүниелерін алып еді. Енді әрине өкімет басы бұл жерде сен ұлттық банктың бастығы болатын болсан, немесе жаңағы ұлттық экономика министрі болатын болсан деген дүние. Ал енді өкімет басында Асқар Ұзақбайұлының отыратын қасында отырсан, орнында отырсан, әрине кең ауқымды ойлау керек. Ол жерде тек қана қаржылық сауатты ойламауымыз керек. Бірінші кеңесің, кеңесші болып отырсың. Асқар Маминнің қасында кеңесшісің. Ұлттық идеология үшін жұмыс істегіміз келеді. Ұлттық идеология мені бір қынжылтатыны, қазір кезде біздің өзіміздің қазақтың тұлғаларын танымайтын балалар өсіп келе жатыр, тарихын білмейтін балалар өсіп келе жатыр. Сол кезінде елін жерін қорғаған Ұлы Отан соғысы ардагерлерін білмейтін жастар өсіп келе жатқандықтан, керісінше бірінші кезекте өзіміздің ұлт ретінде ұлттық идеология үшін жұмыс істесек па деймін де. Өйткені осы жылдың басында мен Ақыл ала гүлдер мекені Финляндия деген кітапты кәдімгідей елге айтып, қазірде соның PDF форматын тегін таратып оқыңдар. Кішкентай ғана кітапша. Сол кітапша Финляндия еліне қандай төңкеріс алып келді. Қазір Финляндия экономика жағынан алды. Nokia'ны да шығарып отырған сол. Не бір техника, пылесос, холодильниктің барлығы сол жақтан мысалы шығып отырды. Оларда 20 ғасырда Ресейге, Швецияға тәуелді болды мысалға. Оларды не құтқарды? Оларды құтқарғаны білім, оларды құтқарғаны ұлттық идеология құтқарып қалды мысалға. Сол сияқты бізге осы нәрсені кішкене дамытсақ екен. Әйтпесе бізге бүйтіп былай-былай біресе Ресейге, біресе Қытайға жалпақ-жалпақ етіп, біресе Америкаға, даже кейде бүйтіп уже Өзбекстанға жалпақтай бастадық біз мысалға. Сондықтан да ойланатын нәрсе. Ұлт үшін, ел үшін қызмет етуіміз керек. Менен соңғы сұрақ болсын, дәулет саясатқа қайттан барама? Барасың ба, жоқ әлде үрлеп ішетін күйге жеттің ба? Бетің қайтып қойған жоқ па? Бетім үрлеп ішкен кезде қалай? Мен енді өте бір аңғал адам екен, бір ашық ауыз деймін ба, бір саясатта бір қу болу керек екен. Қулық болу керек екен, бір арамдық болу керек екен, кішкене болсын, грамм болсын да. Ондай нәрсе болмағаннан кейін маған қиын екен сөйлеуі саясатта. Сосын білмеймін, енді алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз ғой. Мысалға бір звонокпен Дәулет, сен мына жаққа кел дейтін болса, мысалға дейін де, онда ойланасың ғой. Ал енді қазір мен сол кейде ойлаймын да, сол ұлт үшін, елдің жаңағы білім үшін, халықтың сауаты үшін қызмет ете берсек екен деймін. Әзірге ойым осы. Бірақ алдымызда қандай тағдыр күтіп тұрғанын білмейміз. Адамның басы Алланың добы дейтін бе, сол сияқты ғой. Жаңа 28 пәтер алып берген кезде байқадың ба өзің, оқырмандарыңа міне ақша жинаймыз деп старт деп айтасың ғой. Сол кезде ең көп ақшамысын аямай беретін сома қаншаға дейін жетті? Мен өзім көрген 500 мың теңге болған. Ол кісі сосын маған хат жазды, менің аты жөнімді еш жерге көрсетпеңізші деп. Кәсіпкер не болды? Одан кейін мен бір таңғалатыным осы қорға ақша салатын
депутаттар да бар. Елімізде бір 10 шақты депутат білемін мен. Олардың атын айтасың ба? Депутаттар ғой қанша деген? Жоқ. Олардың да просьбасы сол. Өйткені бізде де сол не ғой? Жаңа ойбай депутаттар халықтың ақшасын жеп жатыр, неғып көмектеспейді деген сияқты. Олардың прям маған өтінгені бар. Дәулет, біз де саған қорға салып отырмыз. Өйткені мен көріп қалдым. Ана кейде болады ғой, ана қордың реквизитімен Нұрсұлтанмен отырған кезде, ана ақша біз отчеттарын алған кезде, ана кейде мынандай бір сумма, үлкен суммалар көз алдында бүйтіп бөлек көрінеді. Өйткені оның нөлдері көп қой. Соны бүйтіп қарап қалған кезде мына фамилияны оқисың да ничего себе дейсің. Сосын енді олардың да араласасың, енді кезінде жаңа интервью алғансың, номерді, сосын ана нетемін ғой. Депутаттар берген ең көп сома? Ең көп сома 150 мың көрген. 150 мың болды, бірақ пандемия кезінде мүмкін одан да көп суммасы болды. Өйткені жеке хабарласып жаңағы неткендер болды да, аударымдары. Енді ол айтады ғой, жақсылық жасадым ба, ұмыт қалу керек. Мен ұмытуға тырысам, шынымды айтамын. Өйткені мен білем, бір отбасы ана қалада, мына қаладан үй алдық деп, бірақ қазір сіз менің атымды сұрасаңыз ұмытып қаламын. Қанша сумма жинады десе, оны да ұмытып қаламын да. Өйткені айтады, жақсылық жасадым ба, оны ұмыту керек. Оны қашан жырлап жүр. Маған әріптестерім хабарласады, Дәулет мырза, сол 28 баспана алған үйге барайық, біреуге сізді ертіп барайық. Мен неге ертіп барасыңдар мені? Керек емес. Ол отбасыға бар. Міне біз саған көмектестік деп айта берген жақсы ма? Мысын басып. Өйтуге болмайды. Болды, бір рет көмектес, бір рет айт, ұмыт болды. Халыққа біз итаки отчетін беріп отырмыз. Дәулеттен қоры сайтын ашып қойғанбыз, кез келген адам көреді, сол сайтқа кіріп бүкіл отчетың. Әйтпесе жаңағы хейтерлерде де бар. Ана Нұрсұлтан Құрманмен бір күн шай ішіп отырып, Инстаграм жазсам, мынау халықтың ақшасына шай ішіп отыр деп бір нәрсе дейді. Әйтпесе өз ақшама шай ішіп отырмын деші? Иә, мен керісінше жаңағындай өзімнің ақшам, халықтың ақшасы дегендей ұғым бар да. Қорда қазір директор Нұрсұлтан Орынбекұлы, соған мен айтамын да, бұл халықтың ақшасы, біздің ақша емес. Аманат бол, барлығы не болу керек, прозрачно болу керек деп. Жаңағындай бүкіл отчет есебін барлығын береміз мысалға. Әйтпесе жетеді, ондайларға да үйреніп қаласың мысалға. Ол айтып отырмын ғой, Дәулет бүкіл бар қазаққа бәріне жаға бермейді. Ол біреуге жағып жатсаң, біреуден жаңағындай ұрыста естіп жатасың мысалға. Сондықтан шыдау керек, көну керек. Сол жолға түстім бе, сол жолда адал қызмет ету керек деп өзім есептеймін. Және де бүкіл нәпақаны халық береді. Ол кейде жазады, маған халықтың ақшасына байып отырсың, қордан бөлек, енді жаңағындай айтып отырмын ғой, марафон болсын ұйымдастырамыз, ақыл сабақтар ұйымдастырамыз. Тіпті Инстаграмда подписчигім көбейген сайын рекламаның өзі бар. Мысалы, мен қазір 8 компаниямен рекламный контрактым бар. 8 компаниямен бір айға 5 миллион теңге. То есть жаңағы айтқандай, шамамен түсетіні 5 миллион айына түседі. Рекламасын жасаймын. Ол реклама бәрібір халыққа керек реклама. Оны біз тексереміз, ол арты пирамида болмау керек, ол сетевой болмау керек. Мысалға, елдің басын айналдыратын басқа бір ағым болмау керек деген сияқты. Шынымен халыққа пайдасы бар дүние ме? Неге оны рекламасын жасамасқа? Мысалға. Сол сияқты айтады, ойбай, халықтың ақшасына байып жатыр деп. Кешіріңіздер, кім халықтың ақшасына байыған жоқ? Ешкім маймылдың ақшасына, ешкім тышқанның көшеде жүрген, аспанда ұшып жүрген құстың болмаса шыбынның ақшасынан ешкім байып жатқан жоқ. Барлық халықтың ақшасынан байып жатыр. Мен осыны қаржылық сауатты үйретіп жүрген адам ретінде түсіндіргім келеді. Мысалға, мына ғимаратта отырмыз. Бұл ғимаратта халықтың ақшасында, жаңағы техничканың өзі, пол жуатын адамның өзі халықтың ақшасын алып отыр. Неге? Өйткені бұл ғимаратта халық жүрмесе, бұл жерге еден жуушы керек па? Керек емес. Дүкендегі адамның өзі саудасын сатып, халықтың артында ақшасында байып отыр. Сол сияқты кәсіпкерде халықтың ақшасында байып отыр. Мен енді сұрайды, сен ақшаны кімнен аласың? Мен айтамын, халықтан аламын деймін. Сондай болу керек, көзқарас солай. Өкіметтің өзі бюджет қайдан толады? Сіз бен біздің халықтың салығынан толады. Міне, біздің көзқарас солай болу керек. Біз өмірімізге сөйтіп қарау керекпіз. А бізде көп жағдайда психологиямыз дұрыс емес те. Осы нәрсені мен өзгерткім келеді. Рахмет сұхбатыңа, Дәулет.